Сәлем баршаңызға, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, подписаться, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыз. Алдыңа ала рахмет. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Жұмыртқалы массамыздың үстінен жылы сүтті, соданы және сұйық майды құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Сіздерде миксер болмаса, венчикпен де жасай беруге болады. Екі жүз елу грамм ұнымызды үшке бөліп, ситадан өткізіп қосамыз. Оның барлығын қосқаннан кейін жақсылап араластырып, тағы да бір рет үстінен ыстық суымызды құямыз. Бұл бізде блинчигіміздің тестасы заварной тесто деп аталады. Мінеки біздің дайын смесімізді алып, табамызға ең басында ғана май жағамыз кішкене. Одан кейін май жақпай блинчиктерімізді пісіре береміз. Мен табамнан блинчикті пышақтың көмегімен шамалы шеттерін босатып алдым. Мінеки бірінші блинчигіміз дайын. Енді екінші блинчигімізге табамызға май жақпай пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Ас болсын.